ғой, атқа мінген адам мен жаяу адам деп айттыңыз ғой. Мысалы, бұрын қазақ айтатын, ел басқарған ат үстіндегі адамдар дейді. Атқамінерлер атқа мінген адам, иә, ішіндегі сана сезімі бөлек болады жаяу жүрген адамнан қарағанда. Атқа мінгенде сен өзіңнің күшті, өзіңнің мықты дүниені басқарып отырсың. Соны сезесің. Не сол қолмен ғана басқарасың, оң қолмен жастып отырасың. Соны сезесің. Содан өзіңе деген сенімдік пайда болады. Сен өзіңнен мықты біреуді басқара аламын, өзімнен үлкен дүниені басқара аламын дегенге. Сол үшін бұрын кезінде айтатын халық, ел басқарған адамды атқамінерлер деп. Тізгін ұстай алмаған ел. Жануар сенен күшті ғой былай қарасаң. Күшті ғой былай. Физикалық жағынан. Сен оны ақылмен ғана басқарып отырсың. Оны кеше Ералы аға айтты, әңгімелесіп отырған кезде. Мен ана нені айтып отырмын жаңағы. Мынау француздар жылқыға басқаша қарайды. Америкалықтар жаңағы бас үйреткен кезде жаңағы жылқының сеніміне ие болып, көзіне қарап, бүйтіп сипап